Басқа сынақ келгенде қағбаның алдында тұрғанда неге осы мәселе туралы сұрамадым деп өкінемін. Әрине бұл дұрыс еместігін де түсінемін. Кейде тіпті күпірлік па деп қорқамын. Дүниелік қажеттілік бірінші орынға түсіп кеткенде иман әлсіреп, тіпті Алланы ұмытып та кетеміз. Сол үшін мен Алладан кешірім сұраймын. Кейде күнде тұрып, егіліп, жылап, кешірім сұрағым келеді. Себебі Алла тәубе етушілерді жақсы көреді, әрі таза болушыларды да жақсы көреді. Егерде адам күнә жасап қойса, бірден тәубе етіп, Алла тағаладан кешірім сұрау қажет. Бұл туралы әрбіріміз білеміз, бірақ көңіл бөліп жүрміз бе? Имам Муслим Әбу Хурайрадан риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: жанымның иесі болған Алла тағаламен ант етемін, егерде сендер күнә жасамағанда, Алла тағала сендерді күнә жасайтын және Раббысынан жарылқау ететін басқа адамдармен алмастырып, есесіне олар Алланың жарылқауына бөленер еді деген. Күнә істеген адам өкініп, дәрет алып намаз оқыса және күнәсінің кешірілуі үшін истиғфар айтса, Алла тағала ол күнәні әлбетте кешіреді. Өйткені Алла тағала Құран аятында былай дейді: біреу бір жамандық істесе немесе өзіне зұлымдық қылса да, содан соң Алладан жарылқау тілесе, Алланы аса жарылқаушы, ерекше мейірімді табар еді. Шайтан адам баласын азғырып, тура жолдан тайдырып жатса да, құлы жаратушысынан шынайы ықыласпен кешірім сұраса, Алла құлын кешіреді. Ол асқан кешірім иесі. Алланың мейірімінің шегі жоқ. Әр адам баласы күнәсі үшін тәубе етіп, кешірім сұраған үшін төмендегі үлкен нығметтерге бөленеді. Біріншісі, Алланың кешіріміне ие болады. Екіншісі, дүниелік істер таршылық көрмейді. Үшіншісі, қанағатшыл, сабырлы болады. Бесіншісі, күнә істерді жасаудан өзін тыяды. Алтыншысы, Аллаға жақындай түседі. Жетіншісі, дұғаларының қабыл болуына себеп болады. Сегізіншісі, рухани тазарады. Тоғызыншысы, жүрегі жұмсарып, мейірімді болады. Кешірімділік қасиеті асыл дініміз исламның негізгі өзегінің бірі болып табылады. Ең әуелі ұлы жаратушы Алла тағаланы ерекше, мейірімді, кешірімі мол деп ұлықтаймыз. Қасиетті Құран кәрімде кешірім сөзі 234 мәрте айтылады екен. Демек, кешірімділікке ерекше мән берілген. Бұл туралы Құранның Мәида сүресінің 39 аятында кімде-кім зұлымдық жасағаннан кейін тәубеге келіп түзелсе, Алла оның тәубесін қабылдайды. Алла шынында бек кешірімді, ерекше мейірімді деп көрсеткен. Кешірімді жандар ұлы Алла тағаланың мейіріміне бөленеді. Құранда кешірімді жандар жайлы Әли Имран сүресінің 134 аятында, сондай-ақ олар ашуларын жеңушілер, адамдарды кешірім етушілер, Алла тағала жақсылық істеушілерді сүйеді деп кешірімді адамдарға ұлы жаратушының ерекше мейірімі бар екендігін жеткізеді. Алладан кешірім сұрап, тәубе етуші адамның ризығы артып, дүниесіне береке бітеді. Әрі ол адамның перзенті болмаса, Алла оған перзент береді. Бірде Хасан әл-Басриге Алла оған разы болсын, бірде хан келіп, жерінің құнарсыз әрі өнімсіздігіне шағымданады. Сонда ол кісі Алладан кешірім сұра деп насихат айтады. Келесі кісі өзінің кедейлігін айтып шағымданады. Хасан әл-Басри оған да Алладан кешірім сұра дейді. Екіншісі кісі өзінің перзентсіз екенін айтып шағым сүреді. Сонда ғалым оған да Алладан кешірім сұра дейді де, артынан Нұх сүресінің мына аяттарын оқиды. Өздеріңнің Раббыңнан кешірім тілеңдер, өйткені ол көп кешіруші ғафар. Ол сендерге аспаннан мол жаңбыр жібереді. Сендерді мал-мүліктеріңмен және перзенттермен қолдайды. Я Алла тағала, біздерді кешіре көр.
барша мұсылманның біліп білмей жасап жатқан жасырынды әшкере үлкенді кішілі күнәларын кешіре көр. Әмин.